Терезелер балаларға ерекше қызығушылық туғызады, сондай-ақ үлкен қауіп. Сондықтан ата-аналар мен қараушылар оқыс оқиғаның алдын алу үшін шара қолданыңыздар. Мысалы, мына жерде терезе алдында үстел тұр. 3 жасар бала оңай шығып алуы мүмкін. Әрі қарай терезе алыс емес. Терезеге жеткен соң тұтқасын ашып алуы мүмкін. Ал одан қауіптісі құлап кетуі. Ал мына жерде терезе толығымен ашық. Иә, москиттік тор бар, бірақ ол баланың салмағын көтере алмайды және құлаудан сақтамайды. Бұл істі бұлай қалдыруға болмайды. Егер де үйде кішкентай балалар болса, терезенің алдынан жиһаздарды немесе балалар шыға алатын заттарды алып тастаңыздар. Терезенің өзінен тұтқаларын алып тастаңыз немесе бекітпе орнатыңыз. Балалар бар үйде ашық терезе болмауы керек. Бұл жерде сіздерге арнайы бекітпе көмектеседі. Осындай оңай ережелерді сақтау сіздің балаларыңыздың өмірін құтқарады.